Салем достар, біз сіздермен кеңістіктегі түзу теңдеулер тақырыбынан алған есептерді шығарамыз. Бізге берілген есептің шартында А және Б нүктелер арқылы L түзу жүргізілген. Осы екі нүкте арқылы жүргізілген түзудің теңдеуін табуымыз керек. Және түзудің қарапайым түріне келтіруіміз керек. Олай болса, екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін еске түсірейік. Ол теңдеудің түзуі x минус x0 және x1 минус y0, x0 тең y минус y0, y1 минус y0 тең болатын z минус z0, z1 минус z0. Олай болса, А нүктесін координатасын x0 деп алатын болсақ, онда x0-ымыз тең болады минус 2-ке, y0-ымыз тең болады минус 3-ке, ал z0-ымыз тең болады 0-ге. Ал x1-леріміз Б нүктесінің координатасы 0, y1-іміз 2-ге, z1-іміз 1-ге тең. Орнына қоятын болсақ, x минус формулада өзінің минусымен плюс 2 бөлінген 0 алынған минус 2 тең y минус 3, y плюс 3 болады және 2 плюс 3 тең болады. Z алынған 0, яғни Z-тің өзі болады, бөлімінде 1 қосылған Z, 1 қосылған 0. Сонда теңдеуімізді ықшамдасақ, x плюс 2 бөлінген 2 тең y плюс 3 бөлінген 5 тең z бөлінген 1. Яғни соңғы алынған теңдеу түзудің қарапайым теңдеуі болып табылады. Осы қарапайым түзудің теңдеуінен осы түзуге тиісті нүктенің координатасын көре аламыз. Яғни А нүктесінің координатасы минус 2, абсциссасы минус 3, аппликатасы 0-ге тең. Ал 2, 5, 1 дегеніміз осы түзуге бағыттаушы вектордың координатасы болып табылады екен. Яғни бағыттаушы P векторының координатасы 2, 5 және 1-ге тең. Балалар, біз сіздермен кеңістіктегі түзу теңдеулер тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.